Арма қалайық. Есен саумысыз әлеумет. Назарларыңызда 21 ғасыр көшбасшысы Төменгі Лига зияткерлік сайысы. Мектеп кеме, білім теңіз, ұстаз шамшырақ. Үш тұғырды жалғаған оқушы кез өмірдің жарқын сәттері. Бүгінгі күннің ерекшелігі де осында. Арайлап атқан таң әр қилы сезім сыйлайды. Біріншісі, кейбір оқушылар үшін үздіксіз оқудан тынықтыратын жазғы демалыстың қызығы болса, ал мектеп түлектері үшін орны бөлек. Барша мектеп оқушыларын соңғы қоңырау салтанатымен құттықтаймыз. Кемеңгер ұрпақ, кемелді болашақ. Алдағы білім сынақтарында сәттілік тілейміз. Мерекелік күнді бізбен қарсы алған бүгінгі білімді ұл-қыздарға артылар жауапкершілік зор. Биылғы оқу жылын табыспен аяқтаудың тамаша сәтінде сайыскерлерімізді барын салмақ. Ендеше ойыншылармен таныс болыңыздар. Жұмабек Тошан, Павлодар облысынан. Ардақ тұтам егеменді елімді, болам мәркес ертеніме сенімді. Келіп тұрмын сайысына ғасырдың, екі бастыс қаласынан көмірлі. Атым Дошан, аспандиярылымын, сүйемін мен ғылым білім өмірді. Осы сәтті пайдалана отырып, әже атама, туған туысқандарыма, мұғалімдеріме және сыныптастарыма сәлем жолдаймын. Жарайсың, Дошан. Келесі қатысушымыз Жасұлан Абдулов, Маңғыстау облысынан. Туған өлке Маңғыстаудай кең далам бар, тарихым айрақ тұтпан шырғылам бар, мәдени өлке кетігім Ақтаудай сән қалам бар, Қараутынды Жаңозендей өр қалам бар, ассалаумағалейкум ей адамдар, оғланды да бекеттей бір бабам бар, Жаңозенден білімнің сайысына келіп тұрған жас ұландай бір балам бар. Менің өмірлік мақсатым тек қана алға. Тамаша, жарайсың, Жасұлан, рахмет. Келесі ойыншымыз Санжар Байжұманов, Астана қаласынан. Мен Астана қаласы номер 35 мектеп лицейінен келдім. Мен өз елімді сүйіп, жеңіске келгенмін. Және де өзін ата-аналарыма, туысқандарыма, достарыма, сынып жетекшісіме Гүлжан Женеқызға құтты сәлем жолдаймын. Келесі қатысушымыз Ернар Тұрсынбаев, Алматы қаласынан. Мен номер 75 жаңа ғасыр гимназиясынан келдім. Мен сүйікті кейіпкерім Шерлок Холмс. Сондықтан мен барлық сұрақтарға жауап тауып, осы 21 ғасыр көшбасшысын жеңу үшін келдім. Біз де саған сенеміз. Өте жақсы. Аяна Тағаева, Оңтүстік Қазақстан облысы. Мен Шымкент қаласынан номер 24-ші Саттар Ерубаев атындағы жалпы орта мектебінің оқушысымын. Менің үлгі тұтатын тұлғам анам. Менің өмірлік ұраным жасқанба тек алға. Осы сәтті қолдана отырып, өз ата-анама, туыс-туысқаныма, мені қолдағандарға жалынды сәлем жолдаймын. Алтылықты қорытындылайтын Қарағанды облысының білімді оқушысы Мұрат Қалиев. Мен ата-анамның жолбасшылығымен қазақ, француз, ағылшын тілдерін жетіп меңгердім. Өз заманымыздың озық ойлы, білімпаз адамы болу менің мақсатым. Рахмет, Мұрат. Қымбатты білім сүйер қауым, 21 ғасыр көшбасшысы Төменгі Лига зияткерлік сайысында бір маусым бойы ойынға қатысып, бірінші және екінші орынға ие болған сайыскерлердің арасында ұпай сандары бойынша үздік ойыншылардың рейтингісін жасап отырамыз. Маусым соңында үздік болып танылған 6 ойыншы маусымдық ойынға жолдама алады. Ойын соңында бүгінгі ойын нәтижелерімен қоса, осыған дейінгі ойыншылардың рейтингісін тамашалауды ұмытпаңыздар. Құрметті ойыншылар, қадірлі көрермендер, 21 ғасыр көшбасшысы Төменгі Лига зияткерлік сайысының маусымдық кезең жеңімпазына Хабар арнасының 100 000 теңге көлеміндегі ақшалай сыйы ұсынылады. Баршаңызға сәттілік тілейміз. Қымбатты көрермендер, біздің ойынға қатысушылар эфирге дейін 4 күндік дайындықтан өтеді. Арнайы мамандарымыздың психологиялық тренингтері осы жолы қалай болды екен? Бейне сюжетке назар аударайық. 21 ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысының дайындығы жалғасуда. Ойыншыларымыз бұл жолы хайуанаттар бағында бас қосып, көңілді уақыттың куәсі болды. Алматы қаласы ұнады ма? Әрине ұнады. Несімен ұнады біздің қала? Мысалы, көктөбесімен ұнады. Ескерткіштері көп екен, үлкен ғимараттар ұнады. Және музейлері де әдемі. Мысалы, музейлеріне қатты қызығамын. Алматының сұлу табиғаты сайыскерлерге шабыт сыйлады. Ернар, саған сұрақ қойғым келіп тұр, қандай жануар? Лама. Лама туралы не білеміз? Ол өркешсіз түйе. Тағы, қай жақтан келді деп ойлайсың бізге? Оңтүстік Америкадан Антауында мекен етеді. Мен осы ламалар біздің Алматы қаласында көріп тұрғаныма өте қуаныштымын. Алда сенімділік пен білімділік сыналатын сәт. Ендеше ойынымызға көшейік.
Бәйгеге түсіп жарыспай жүйріктің бағы жанарма демекші. Енді алғашқы айналымның ойын шартымен таныстырып өтейін. Қазір сіздерге тест түрінде ортақ 12 сұрақ оқимыз. Әр сұраққа жауап ретінде 3 нұсқа берілген. Сіздер берілген нұсқалардың ішінен дұрыс жауапты тауып белгілейсіздер. Әр дұрыс жауап 1 ұпаймен бағаланады. Ойлануға 5 секунд қана уақыттарыңыз бар. Берген жауаптарыңыздың дұрыс бұрыстығын алдарыңызда компьютер түймесін басқаннан кейін жанатын көк және қызыл түстер арқылы біліп отырамыз. Жауап дұрыс болған жағдайда көк түс, ал дұрыс болмаса қызыл түс жанады. 21 ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысы толығымен компьютердің және арнайы сарапшылардың бақылауында. Алғашқы айналымда бастаймыз. Бәйге! Қазақтың алғашқы дыбысты фильмі. Шоқан Уалиханов, біздің сүйікті дәрігер, аман келді. Аман келді. Санның жуық мәнін табу. Түбірін табу, модулін табу, дөңгелектеу. Түбірін табу, модулін табу, дөңгелектеу. Дұрыс жауап дөңгелектеу. Үшінші сұрақ. Жер шарын динозаврларға дейін мекен еткен жануар. Пингвин, акула, ақтиін. Акула. Бізде Жасұлан дұрыс жауап берді. Жарайсың. Гиркан деп аталған су алабы. Каспий теңізі, Арал теңізі, Сырдария өзені. Каспий теңізі, Арал теңізі, Сырдария өзені. Дұрыс жауап Каспий теңізі. Көрмес, түйені де көрмес деген сөйлемде бастауыш қай тұлғада қолданылған? Көсемше, тұйғы етістік, есімше. Көсемше, тұйғы етістік, есімше, есімше. Мезгіл, мезгіл, ыстық су мен бу шапшып тұратын көз. Жанартау, бұлақ, гейзер. Жанартау, бұлақ, гейзер. Дұрыс жауабымыз гейзер. Бәйге айналым ортасындағы сараптамада Ернар Тұрсынбаев 6 ұпай. Жаслан Абдулов 4 ұпай. Жұмабек Досжанда 4 ұпай. Аяна Тағаева 4 ұпай. Мұрат Қалиевте 2 ұпай. Санжар Байжұманов 1 ұпай. Ніл өзені қай елде? Қытайда, Англияда, Мысырда. Қытай, Англия, Мысыр. Дұрыс жауабы Мысырда. Микроскоптың көру түтігінің төменгі жағында орналасқан бөлігі. Айна, объектив, окуляр. Дұрыс жауабымыз қай жауап екен? Дұрыс жауабымыз анықталды, объектив. Қазақ аңыздары бойынша Нұх пайғамбардың кемесі қай жерде аялдаған? Жайық өзенінде, Қазығұрт тауында, Арал теңізінде. Жайық, Қазығұрт, Арал. Дұрыс жауабы Қазығұрт тауында. Уақытты үнемдей білейік. Келесі сұрақ. Волейболдағы ойыншылар саны 6, 5, я 10. Неше екен? 6, 5 немесе 10. Дұрыс жауабымыз 6. 6 ойыншы екен. Келесі сұрағымыз. Дүние жүзіндегі ең биік шың? Килиманджаро, Гималай, Эверест. Эверест шыңы. Шыңғысхан әскерінің қоршауында 6 ай қарсылық көрсеткен қала. Сарайшық, Сығанақ, Отырар қаласы. Сарайшық, Сығанақ, Отырар. Дұрыс жауабымыз Отырар қаласы. Аша, біздің ойын алдында тренинг болатын белгілі. Сол кезде Жаслан өзінің ерекше белсенділігін танытып, үнемі қозғалыста жүретін Жаслан қазір түріне қарасам, қобалжып тұрғаны байқалады. Жаслан, сұрақтардың деңгейі қандай екен? Орташа. Орташа. Бұрынғы қалпыңнан басылып, сабырлы бола қалыпсың. Бұның себебі неде? Ойын дегесінен де аздап қобалжу болады бәрінде. Ендеше қобалжуыңды жеңе біл, біз сараптамаға көз жүгіртеміз. Бәйге айналымы бойынша Ернар Тұрсынбаевта 10 ұпай. Аяна Тағаева 9 ұпай. Досжан Жұмабекте 9 ұпай. Жаслан Абдулов 7 ұпай. Санжар Байжұмановта 6 ұпай. Мұрат Қалиев 6 ұпай.
аяқталды. Екінші айналымның ойын шарты бойынша алғашқы айналымда жинаған ұпайларыңыз толығымен сақталады. Қазір сіздерге 5 сұрақтан әзірленген 6 ұяшық ұсынылады. Ұяшық сұрақтары алғашқы айналымда жинаған ұпай санына байланысты ойыншылардың орналасу реті бойынша оқылады. Әр дұрыс жауап 1 ұпаймен бағаланады. Егер ойыншы өзіне тиесілі ұяшық сұрағына жауап бере алмаған жағдайда, жүргізушінің қарсыластар деген сөзінен кейін түймені басқан алғашқы 2 ойыншы жауап бере алады. Естеріңізге сала кетейін, бұл мүмкіндікті пайдаланып, дұрыс жауап берген сайыскерге 1 ұпай қосылады. Керісінше қателескен жағдайда 1 ұпайы шегеріледі. Сонымен қатар 6 ұяшықтың екеуінде тосын сый жасырылған. Тосын сый ұяшығы түскен ойыншы берілген сұрақтардың 3-еуінен артық жауап берсе, ойыншыға қосымша 2 ұпай қосылады. Екінші тосын сыйда ойыншыға бағдарламамыздың арнайы сыйлығы ұсынылады. Әр сұраққа ойлануға 7 секундтай уақыттарыңыз бар. Мониторингтік сараптама шығарылғаннан кейін, өкінішке орай ұпай саны төмен 3 сайыскер ойынды осы жерден тоқтатады. Сайыста алғашқы айналымда ең көп ұпай жинаған сайыскер бастайды. Келесі кезең жорға. Ернар, қал жағдай қалай? Жақсы, бірақ кішкене қобалжып тұрмын. Қобалжу байқалады, әрине бұл ойын болғандықтан бұл да бар. Сүйікті ісің қандай деген кезде паркур, футбол және жүзу депсің. Паркур менің ойымша секіру, яғни үлкен ғимараттардан секіру болып табылады, иә? Қорқынышты емес пе? Жоқ. Аха. Оны үйренсе қорқынышты болмайды. Үйренсең қорқынышты болмайды. Ал ата-анаң оған көзқарасы қалай? Ата-анаңның? Орташа. Орташа. Қорқады, иә, сен үшін себебі? Мама қорқады, папа онша емес. Сен ақ жігітсің ғой деп сен керісінше айтып қояды саған, иә? Түсінікті. Қандай жетістіктерің бар, Ернар? Мен мектепте математикалық жарыстарға, олимпиадаларға көп қатысқанмын. Мектепте де 21 ғасыр көшбасшысынан орын алғанмын. Тамаша, тамаша. Арманың қандай? Арманым үлкен кезімде миллиардер болу. Миллиардер, олигарх болу, миллиардер, олигарх болу деп жазып қойыпсың, иә? Ол миллиардер болу үшін, олигарх болу үшін не істеу керек? Білімді болу керек, сабақ оқу керек. Тамаша, олай болса Ернар бастайық, иә? Заттың шама, шарқын ретін білдіретін сөз табы. Сан есім. Сан есім, дұрыс. Екінші сұрақ. Менің атым Қожа фильмінің режиссері. Режиссерін білесің бе? Жалпы бұл фильмді көрдік пе? Иә. Менің атым Қожа фильмінің режиссері. Режиссерін білмеймін. Есіңде жоқ, иә? Жақсы. Қарсыластар, Досжан. Бердібек Соқпаев. Дұрыс емес. Қарсыластар. Жасұлан. Шәкен Айманов. Өкінішке дұрыс емес айтқан, өкінішке орай дегенмен айта кетейін. Егерде сіз дұрыс жауап берсеңіздер 1 ұпай қосылады. Ал егерде дұрыс емес жауап берсеңіздер, онда 1 ұпай алынады. Сондықтан да мұқият болайық. Дұрыс жауабымыз Абдолла Қарсақбаев болатын. Келесі сұрақ. Елдердің шекаралары белгіленетін картаның түрі. Қандай карта? Елдердің шекаралары белгіленетін картаның түрі. Елестетейік. Алдымызға карта. Елдердің шекаралары белгіленіп тұр. Қалай деп аталады? Қандай карта? Физикалық карта. Дұрыс емес? Қарсыластар? Досжан? Саяси. Саяси карта, әрине, дұрыс. Патша тақтан құлатылғаннан кейін Ресейде қандай үкімет орнады? Қандай үкімет? Уақытым шықты. Білмеймін. Білмейсің. Қарсыластар? Досжан? КСРО. КСРО емес. Дұрыс жауабымыз қос үкімет. Қос үкімет деп аталады, иә. Кезекте мынадай сұрақ. Сидней олимпиадасында жеңіл атлетикадан алтын медальға ие болған жерлесіміз. Алтын медальға ие болған жерлесіміз. Білесің сен оны, Ернар. Ойланып барып айтсаң, жауап табылады. Уақыт шықты, жауап бар ма? Жауап жоқ сияқты, иә, Ернар? Ештеңе етпес, қарсыластар, Досжан? Шишигина. Ольга Қалай? Шишигина. Ольга Шишигина. Ольга Шишигина, әрине дұрыс. Ернар, 5 сұрақ қойдық, 5 сұрақтың біреуіне дұрыс жауап қайтардың, 1 дұрыс жауап бар. Жасұланнан өкінішке орай 1 ұпай шегеріледі. Досжан 1 ұпайдан айырылды да, содан кейін қайтадан қосып алды. Сонымен 0. Келесі қатысушымыз ордабасын мақтан тұтатын Аянаға кезек келіп жетті. Аяна бүгін 25 мамыр. Қатарластарың демалысқа шығып жатыр. Ал сен бүгін білім жарыстырып жатсың.
Жалпы мектеп өмірі есімен есте қалды осы 6 сынып. 6 сынып ол қызықтығымен біз көбінесе 6 сыныпта сабақтарды сайысамыз, жарысамыз, солысымен қызық қалды. Жақсы, келесі сұрағым. Қалай ойлайсың, нағыз көшбасшы болу үшін қандай қасиеттер болу керек? Бірінші ақылдылық, төзімділік және тез жылдамдылық керек. Өмірлік ұраның қандай? Жасқанба тек алғам. Тамаша, өз айтқандай сүйікті түсі көк екен. Бүгінгі ойында да қызыл емес, тек қана көк түс шансын деп тілек білдірем. Дайынбыз ба? Иә. Екінші ұяшықтың сұрақтары оқимыз. Сұрап білу, жауап алу мақсатында айтылатын сөйлем. Жауап алу мақсатында айтылатын сөйлем. Сұрап білу. Диалог. Қандай сөйлем? Диалог сөйлемі. Дұрыс емес, қарсыластар. Досжан. Сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлем. Дұрыс. Ромул мен Рем құрған көне қала. Рим. Бұл жолы дұрыс айттың. Рим қаласы. Келесі. Физикалық карталар нені көрсетеді? Жер шарының табиғаттарын, орналасқан жерлерін және тұнық мұхит суларын көрсетеді. Елдің табиғатының ерекшелігін рельеф дейсің ғой. Қабылдаймыз. Дұрыс. Келесі сұрағымыз. Күйіз үйдің жиналмалы қабырғасы. Кереге. Кереге. Дұрыс, кереге. Жол жүру ережесінде тыйым салу белгілері қандай пішінде бейнеленген? Үшбұрыш. Дұрыс емес, қарсыластар. Бізде бірінші olan Ернар. Дөңгелек, түсі қызыл болады, ортасында шарты белгі болады. Қабылдаймыз. Дұрыс. Пішіні дөңгелек болады, шеті қызыл жолақпен көмкеріліп, ақ түсті ортасында тыйым салатын шарты белгілері көрсетіледі. Аяна, өзіңе 5 сұрақ оқыдым. Соның үшеуіне дұрыс жауап бердің. Ернар мен Досжан бір-бір ұпайдан еншіледі. Нәтиже осындай. Ал Досжанға да келіп жеттік, активист менің ойымша. Ана Өте сұраққа жауап белсенді. берем, мына сұраққа жауап берем деп мінекей өзінің пернені басып жатыр. Досжан, қалғалай? Жақсы. Көңіл күй тамаша сияқты ол көтеріңкі, е? Досжан, қай жерде, қай күні дүниеге келдің, айтып берсең? Мен Екібастұз қаласында 15 қыркүйек 2000 жыл дүниеге келдім. Өзіңнің дүниеге келген, жалпы ордаңның табиғаты жайында айта кетсең. Мақтан тұтатын тұстары бар ма? Несімен ерекшеленеді? Екібастұз қаласында көмір табылады. Иә. Сол көмірмен Екібастұз ерекшеленеді. Жақсы, тамаша. Қандай өнерің бар? Мен сурет салам, сосын теннис ойнаймын. Кірсек пе, Досжан? Иә. Ал кеттік. Зат есім, сын есім, сан есімдердің орнына жұмсалатын сөз табы. Есімдік. Есімдік, дұрыс. Келесі сұрақ. Қазақстандағы алғаш ашылған қорық. Иә. Ақсу Жабағалы. Жабағалы. Дұрыс айтасың. Қол шапалақтаймыз. Дұрыс жауап беріп жатыр мінекей Досжан азаматымыз. Кеттік. Карталардың төменгі жағында әдетте дүниенің қай бөлігі көрсетіледі? Карталардың төменгі жағында әдетте дүниенің қай бөлігі көрсетіледі? Оңтүстік. Оңтүстік. Дұрыс. Қошеметімізді көрсетейік. Рим империясындағы ең ірі құлдар көтерілісін кім басқарды? Қарсыластар? Жасұлан? Спартак. Дұрыс. Өте дұрыс. 1980 жылғы Мәскеу Олимпиадасының күміс жүлдегері қазақ боксшысы. Кім екен? Болат Жұмадилов. Қарсыластар? Қарсыластар да білмейтін сияқты. Серік Қонақбаев болатын ол. Досжан, құттықтаймыз. 5 сұрақтың үшеуіне дұрыс жауап қайтардың. Өте жақсы көрсеткіш. Жасұлан, сені де құттықтаймыз. Бір дұрыс жауап сенікі, яғни 1 ұпай сенде. Керемет. Келесі қатысушымыз Жасұлан Нұрболатұлы. Маңғыстаудан келген білімді ойыншымыз. Жасұлан, биылғы жазғы демалысты қалай өткізбек ойда бар? Лагерь кететін едім.
лагерьге кетейін деп ойлаймын. Түркияға. Түркияға барып демаласың ба? Оқудан шаршадың ғой. Шетелге барып демалған дұрыс қой дейсің, өте дұрыс. Келесі сұрақ мынадай. Болашақта кім болуды армандайсың? Еліміздің белгілі әншісі. Әншісі, керемет, Жаслан. Әншісі, тамаша, қандай әндер орындаймыз? Қанекей тілім сөйлеші. Ендеше Жасланның қазір өнерін тамашалаймыз. Бізге бір ауыз ән етіп берсең. Қанекей тілім сөйлеші, көрсетіп көпке өнерді, қазау тілім жел сөзге туғаннан ақ шеберді. Ейде. Кім тыңдайды сөзіңді, болмаса әсем мәнелі. Басты болды болады, болса жігіт өнерлі, дүниедегі жандының бір артық бірі кемеді. Алма мойын азбедеу құмар жігіт мінеді. Өйде! Ойде, тамаша. Осындай әуенді сергіту сәтінен кейін сұрақтарға бірден көшкеніміз абзал шығар. Келсеміз бе? Іс-әрекетті білдіретін сөз табы. Етістік. Бәрекелді, етістік. Бетпақ даланың биік нүктесі. Бетпақ даланың биік нүктесі. Қалай аталады екен? Жауап жоқ. Қарсыластар. Аяна. Қырат. Қырат емес, бір ұпай шегеріледі. Жамбыл. Дұрыс жауабы. Келесі сұрағымыз. Еуропаны дүр сілкіндірген ғұндардың атақты басшысы. Мөде. Мөде емес, қарсыластар. Досжан бізде бірінші. Еділ. Жарайсың, Еділ. Дұрыс. Анасының төркіні балаларына кім болады? Анасының төркіні балаларына кім болады? Кәне Жаслан? Жиен. Кім болады? Жиен. Жиен емес, ал қарсыластар. Досжан. Нағашы жұрт. Нағашы. Досжан. Досжанда бір ұпай. Жолдың қауіпті бөлігінің жақындағанын хабарлайтын ескерту белгілерінің пішіні. Үш бұрышты. Үш бұрыш қызыл жолағы бар, сосын шартты белгісімен. Тамаша. Қабылданады. Жаслан, өзіңе 5 сұрақ оқыған болатынбыз. 5 сұрақтың екеуіне де жауап бердің. Сондай-ақ Досжанда да сенің білмегеніңнің әсерінен 2 ұпай еншіледі. Аянадан өкінішке орай 1 ұпай шегеріледі. Қол соғып қошеметтеп отырайық дарындарымызды. Байжұманов Санжар Ғалымжанұлы. Санжар, сенің ойыңша көшбасшы болу үшін көшбасшының бойында қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсың? Адамда жалпы. Көшбасшы болып атану үшін. Оған сенімділік, адамгершілік, сыйластық, ақылды керек болады. Ақылдылық деген сияқты кереметтей қасиеттер болу керек. Иә, түсінікті. Ал сен біздің ойынымызда жеңімпаз болып атансаң, 100 000 теңгені қолыңа ұстататынымызды білетін шығарсың. Егер де 100 000 теңге саған тиесілі болса, сен оны не істер едің? Онымен не істер едің? Анаңа бересің бе, жоқ, өзің жұмсайсың ба? Мен өзімнің барлық туыстарыма беруші едім. Көп сұрақ қоймайық, бірден сұрақтарымызға көшейік, е? Сөйлемдегі іс-әрекет оқиғаның себебін, мақсатын білдіретін тұрлаусыз мүше. Сөйлемдегі іс-әрекет. Қалай? Тұрлаушы. Дұрыс емес, қарсыластар. Кәнекей. Логикаға салайық. Қазақ тілінен алынған білімнің. Өте жеңіл. Жоқ сияқты жауабымыз пысықтауыш деп аталады. Иә. Екінші сұрақ. Қандай екі көл теңіз ретінде танылған? Қандай екі көл теңіз ретінде танылған? Каспий, Арал. Каспий және Арал. Дұрыс. Қағазды, оқ дәріні, жібек матаны ойлап тапқан ел. Қытай. Қытай. Дұрыс.
Ауыл адамдарымен жаңа түскен келінді таныстыратын жыр қалай деп аталады? Жыр. Ауыл адамдарымен жаңа түскен келінді таныстыратын жыр. Жауап жоқ. Жауап жоқ. Қарсыластар, Мұрат, Жар-жар. жар емес. Кәнекей бәріңіз білесіздер. Иә. Тойға жиі баратындарыңыз сөзсіз. Жауап жоқ сияқты. Дұрыс жауап беташар деп аталады. Беташар ғой, беташар. Қазақтың ұлттық ойыны тоғызқұмалақта неше тас, неше отау, неше қазан болады? 163 тас. Тағын. 30 отау, 2 қазан. Қарсыластар? Досжан? 162 тас, 18 отау, 2 қазан. Дұрыс. Досжан, 5 сұрақ қойдық саған, 2 ұпайың бар, 2 сұрағымызға дұрыс жауап қайтардың. Ернар мен Мұрат өкінішке орай 1 ұпайдан айырылды. Досжан, сені құттықтауға болады, 1 ұпай сенікі. Жорға айналымының 6-шы ойыншысына да келіп жеттік. Өзі сабырлы, асықпай, нағыз қазақы мінезбен көзге түсіп тұрған Мұрат. Өзіңе келіп жеттік. Үйдің үлкенісің бе, Мұрат? Жоқ, мен ең кішкентайсың. Үйдің Кішісі, кішісі. еркесі. Ал осы құпия болмаса айтшы, үйдің кенжесі болғанның қандай артықшылығы бар? Артықшылығы, сен бірден кессең, оны саған қарамаған апайыңа немесе ағаңа айтады, ұрсады оған. Сондай бір жақсы дейді. Сен жұмсамай ма керісінше, ағай, апайларың Мұрат мынаны жасап тұрса? Кейбір кездерде жұмсайды. Болашақта кім болғың келеді? Мен кинорежиссер. Керемет, Мұраттан керемет режиссер шығатынына сенеміз. Мұраттың өмірлік мұраты қандай? Арманың қандай? Мақсатың қандай? Менің мақсатым болашақта өз заманымыздың білімді және озық ойладым болу. Керемет, Мұраттың мұратына жетуіне тілектеспін. Енді біздің ойының мұраты сұрақтарға дәл жауап беру. Дайынсың ба? Иә. 6-шы ұяшықтың сұрақтары сүйен үшін ашылады. Іске сәт. Керемет. Бұл дабыл менің ең сүйікті дабылдарымның бірі. Бұл тосын сы ұяшығын білдіреді. Ойын шартын түсіндіріп өтейін. Қазір саған 5 сұрақтың 3-еуіне кемінде дұрыс жауап берсең, саған қосымша 2 ұпай қосылады. Шарт осындай. Бастаймыз ба? Іске сәт, кеттік онда. Қандай деген сұраққа жауап беретін сөз табы? Сын есім. Дұрыс, сын есім. Келесі сұрағымыз. Үлкен тұзды көл қай елде? Қазақстанда. Қарсыластар. Дұрыс емес, Қазақстанда емес. Кәне, кім біледі? Қай елде болуы мүмкін? Үнсіздік жауап жоқтығын білдіреді, яғни бұл ақшта. Үлкен тұзды көл ақшта. Келесі сұрағымыз. Су қандай температурада қатады? 0 градуста. Дәл таптың, 0 градуста. Келесі сұрақ. Ең суық ғаламшар? Юпитер. Дұрыс емес, қарсыластар. Руслан бізде бірінші. Руслан? Плутон. Плутон емес. Ернар? Нептун. Бәрекелді. Келесі. Тұңғыш бағдаршам қай елде жасалды? Тұңғыш бағдаршам. Қытайда. Қай елде? А, Қайда? Қытайда. Дұрыс емес, қарсыластар. Ұлыбританияда. Сонымен Мұрат, тосын сый ұяшығын сұрақтарын түгел оқыдым. Өкінішке орай, тосын сыйдың 2 ұпайын ала алмадың. Себебі 5 сұрақтың 2-еуіне жауап бердің. Жасұланнан 1 ұпай шегеріледі, Ернарға 1 ұпай қосылады. Қошеметімізді көрсетейік. Бәрекелді. Енді жорға айналымы бойынша нәтиже төмендегідей. Үшінші кезеңге өтетіндер Досжан Жұмабекте 16 ұпай. Ернар Тұрсынбаев 12 ұпай. Аяна Тағаевада 11 ұпай. Жасұлан Абдулов 8 ұпай. Санжар Байжұмановта 8 ұпай. Мұрат Қариев 7 ұпай. Білім бәйгесіне қатысып, өзінің бағы мен бабын сынаған Жасұлан, Санжар және Мұрат келгендеріңе үлкен рахметімізді білдіреміз.
Оқуда жетістік, өмірде табыс тілейміз. Шыңнан шыға өрлей беріңдер. Рахмет сіздерге. Көзді ашып жұмғанша сергіту сәтіне де келіп жеттік. Екі айналымның қорытындысы бойынша суырылып шыққан қасында Досжан, Аяна, Ернар тұр. Досжан, ең бірінші сұрақты саған қойғым келіп тұр. Біздің ойынның былайша айтқан кезде фаворитсің. Екінші айналымда қаран біресе ұпай жауап берін, біресе ұпайдан шегеріп тастан. Жалпы сен үшін жетістікке жетудің формуласы неде? Ол үшін сабырлы болу керек, және де жылдам тез пердені басу керек. Жылдамдық деп ойлайсың, иә? Жылдамдық және сабырлық. Және де ескерте кету керек, қазір үшінші айналымда жылдамдық, сонымен қатар ұпайды көбірек жинау керек. Досжан, Аяна, Ернар, кімді қарсылас санайсың, негізі қарсылас? Екеуі де мықты қарсылас. Екеуі де мықты қарсылас деді Досжан. Ал Аяна күліп жерді. Аяна, шын мәнінде осы кәдімгі түсірілімнен тыс сендер сондай қарсылассыңдар ма? Жоқ, біз доспыз барлығымыз. Барлығымыз доспыз, иә? Сол көрермендер көбі айтады, осы барлығы бірден түсірілімге әкеп қоятын сияқты, шынында да солай көріне ме ол? Көрермендерге нақтылап айтпырш, достық па, әлде шынында да қарсыластық санайсыңдар ма өздерінде? Біз бәріміз доспыз. Алдына тренингтерде де дос болып ойнағанбыз, қызықты уақыт өткен. Өкінішке орай қарсылас болып қалдық. Тек қана ойында ғана қарсылассыңдар, иә? Бірақ өмірде нағыз шынайы достарсыздар. Солай ма, Ернар? Иә. Жақсы. Ернар, сен үшін жетістікке жетудің формуласы неде? Досжан айтты, маған сабырлық, жылдамдық деді. Сен үшін негізгі? Маған да негізі жылдамдық керек және тез ойлау. Тез ойлау, білім де керек, иә? Сонымен қатар. Білім керек. Бүгін 25 мамыр. Демалыс күні. Сол демалысқа қатысты сұрақ қойғым келіп тұр. Алдағы демалыс күндерін қалай өткізбексің? Әйтеуір компьютерге көп отырмауымен. Иә. Бірақ әр кезде әр қалай болады. Бірақ әлі де саған дайындалу керек, өз білімінді шыңдау керек деген оймен дайындалу керек қой. Түсінікті ғой, иә? Тағы да айтарым, сіздерде егерде мектеп бітіріп болғаннан кейін 10-11 сынып бізде 21 жасы көшбасшы зияткерлік сайысының жоғарғы лигасына да қатысуларына болады 10-11 сыныпқа келгенде. Құрметті көрермендер, біздің ойын жайлы толық ақпаратты барлық әлеуметтік желілерде, сондай-ақ 3w.bilimtv.kz сайтынан біле аласыздар. Менің сүйкімді әріптесім. Осы сен білесің бе, 25 мамыр әдетте ойға соңғы қоңырау салтанат оралады. Басқа да мерекелер бар. Осы жайында не білесің? 25 мамыр Алматы қаласы әкімнің қаулысы бойынша су бұрқақтар мерекесі болып белгіленген. 2005 жылдың 25 мамырынан бастап алматылықтар дәстүрлі түрде тойлап келеді. Тағы білетінім осы. Келсем, сондай-ақ бүгін филологтар күні. Филология факультетін бітірген мамандардың төл мерекесі. Ендеше сені және барша филолог мамандарды айтулы мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Үлкен рахмет. Мереке құтты болсын. Осынау керемет көңіл-күймен келесі айналымның ойын барысын түсіндіріп өтейін. Құрметті ойыншылар, соңғы айналымның ойын шарты мынадай. Екі айналымда да жинаған ұпайларыңыз толығымен жойылады. Қазір алдарыңызға 4 тақырып бойынша 10, 20, 30 және 40, онан басқа 50 ұпайдан тұратын 20 сұрақ оқылады. Сонымен қатар, бейне сұрақ және арнайы сұрақ беріледі. Арнайы сұрақта бүлдіршіндер ойыншыларға жұмбақ жасыратын болады. Бастысы, жауап берілмеген, немесе жауап болмаған жағдайда ойыншылардың ұпайы өзгеріссіз сақталады. Бұл айналымның негізгі ерекшелігі ретінде көмбе және тосынсый ұяшығы жасырылған. Көмбе ұяшығы түскен ойыншы берілген сұраққа сәйкес сандықта жасырылған затты табуы тиіс. Ал тосынсый ұяшығы түскен сайыскер берілген сұрақтың ұпайын өз өнерін көрсету арқылы иемдене алады. Әр сұраққа ойлануға 8 секундтай уақыттарыңыз бар. Ал уақыт аяқталған кезде жауап берілмеген немесе жауап дұрыс болмаған жағдайда жүргізушінің қарсыластар деген сөзінен кейін түймені бірінші басқан сайыскер жауап бере алады. Ойын шарты түсінікті болса, соңғы айналымға көшеміз. Дода! Тақырыптары мынадай: бақытты басқа тепкен адам, тропикалық ормандар, спорт және ең. Тақырып таңдайтын Досжан. Қаяшық. Бақытты басқа тепкен адам 40. Бақытты басқа тепкен адам 40.
Бұл ертегіні оқыдық қой. Иә. Ертең онда шаһардың шет жағында тұратын байдың аманаты. Қандай? Бай сол жігітке айтады, мен егінім пісіп, оның үстіндегі дәні де піседі да, бірақ та сол дәні соғып қалады. Сосын адамға пайдасыз болып қалады. Соның себебін білуге Себебін жұмсайды ғой. біліп кел дейді. Дұрыс айтасың, қабылдаймыз. 40 ұпайды Досжан емдеді. Өте жақсы. Ернар. Бақты басқа тепкен адам 50. Бағдат шаһарының патшасы жігітке қандай аманат сөз тапсырады? Егін өсетті, бірақ басына дән бітпейді. Сол неге бітпейтіні сұрап келуге жұмсайды. Дұрыс? Дұрыс. 50 ұпай, әрине. Қиын? Сұрақ енді Аяна, қарсылас өмірдегі достарының жетістігін қайталаудың сәті келді. Қай тақырып, қай ашық? Бақты басқа тепкен адам 30. Бұл бізде көмбе. Сондықтан сұрақты оқымас бұрын ортаға көмбені алдыртайық. Көмбеміз келді. Сұрағы мынадай. Сандықта байдың жігітке бермек болған нәрсесі жасырылған. Жігіт, мен қызырдан баталған кісімін. Маған бақ дәулет өзіне өзі ақ келеді, деп оны алмай кетеді. Сандықта не жасырылған? Ертегіде байдың көбінесе егіні өспей қалғандықтан оның астында ат басында алтын жатады. Соны алып жігітке береді, жігіт бас тартады. Көреміз, сенің ойыңша сонда? Алтын. Алтын жасырылуы мүмкін. Осынау қобдишада көрейік. Міне ашып жатырмын. Ішінен көргенімдей. Міне, біз ат басындай алтын сала алмасақ та, тым болмаса, осынау аз да болса алтынды салған болатымыз. Дұрыс! Алтын! Үлкен рахмет. Біз жалғастырамыз. Досжан? Ең 50. Ең 50. Дүние жүзіндегі ең үлкен тышқанды білесің бе? Иә. 50-дің сұрақтары оңайға соқпайды. Сондықтан да ойлануға тура келеді. Дүние жүзіндегі ең үлкен тышқан. Көртышқан. Ол қалай? Көртышқан. Дұрыс емес, қарсыластар. Аяна. Капибара. Капибара тышқаны. Дұрыс айтасың, дұрыс. Ол яғни 140 сантиметр 66 килограмм болады екен. Ернар. Ең 40. Ең 40. Дүние жүзіндегі ең ыстық жер. Сахара шөлі. Өкінішке орай дұрыс емес, онда қарсыластар. Әлемдегі ең ыстық жер Африка. Африка деп ойлайсың, Иә. Қай нақты қай жері? Ел. Оңтүстік Африка мемлекеті. Оңтүстік Африка мемлекеті деп ойлайсың, және ол қате ойлайсың. Аяна? Ливиядағы Әл-Азизия. Дұрыс! Керемет! Әл-Азизия Ливиядағы 57,7 градусқа дейін ыстық екен, иә? Өте ыстық. Аяна? Ең 30. Ең 30. Дүние жүзіндегі ең үлкен жанартау. Ең үлкен жанартау. Қай жерде екен? Қалай деп аталады екен? Дүние жүзіндегі ең үлкен жанартау. Уақытын шықты. Мауналау. Қалай? Мауналау. Ол өкінішке орай дұрыс емес. Қарсыластар. Досжан, Ернар, Досжан. Ахон дель Салада. Қалай? Ахон дель Салада. Дұрыс емес, Ернар. Менде Мауна-Лоа деп ойлағам. Дұрыс жауабымыз Тамбора деп аталады, Индонезияда. Мониторингтік сараптама. Сараптамада қарап қалма дейді. Аяна Тағаева 120 ұпай. Ернар Тұрсынбаевта 50 ұпай. Досжан Жұмабекте 40 ұпай. Досжан, жинақталамыз. Қызықты сұрақтар легі жалғасады. Сонымен Досжан. Спорт 40. Спорт 40. Олимпиадалық спорт түріне жататын ескек пен есу спортында қолданылатын қайықтың екі түрін атаңыз. Жауап жоқ. Жауап жоқ. Қарсыластар? Аяна, Ернар? Жауап жоқ сияқты, иә? Қиын сұрақ шынымен. Дұрыс жауабымыз байдарка, каноэ. Каноэ мен байдарка. Ернар? Спорт 50. Бұл бізде бейне сұрақ, және тақырыпқа тікелей қатысты екенін ескертеміз. Назарымызды экранға аударайық.
Азияда ойындарының басқа халықаралық жарыстардан ерекшелігі, ойынды ұйымдастырушы ел өз қалауы бойынша жарыс кестесіне жаңадан спорттың екі түрін енгізе алады. 2011 жылғы Азия ойындарында Қазақстан допты хоккейді енгізді, жарысқа енгізілген спорттың екінші түрі қандай? Азияда 2011 жылы Алматы мен Астана қалаларында өткен дүниежүзілік Азия елдері бойынша өткен спорт жарысында Қазақстан қандай спорт түрін енгізді дейді? Шаңғы тебу спорты. Қарсыластар. Бізде бірінші болған Досжан. Шаңғымен бағдарлау. Шаңғымен бағдарлау, спорттық бағдарлау дұрыс. 50 ұпай Досжанда. Тамаша көрсеткіш. Келесі Аяна. Спорт 30. Спорт 30. Butterfly сөзінің ағылшын тіліндегі бастапқы мәні. Butterfly. Butterfly'ды аударсақ? Жүзу. Жүзу? Ағылшын тілінен хабардар емеспіз ау деймін. Қарсыластар, Ернар. Көбелек. Дұрыс, әрине көбелек. Butterfly дегеніміз көбелек. Дошан? Спорт 20. Спорт 20. 20. Таеквондо алғаш қай елде пайда болды? Таеквондо алғаш қай елде пайда болды? Түркменстан. Түркменстан. Қабылданбаймыз. Мүмкін болашақта басқа спорт түрі пайда болар. Ернар бізде? Корея. Кореяда. Дұрыс. Кәріс халқының ұлттық спорты ретінде мәлім. Ернар? Тропикалық ормандар 30. Тропикалық ормандар 30. Марғау, яғни ленивец, өте баяу қимылдайды. Қорегі ағзаларында ұзақ қорытылатындығынан күштерін үнемдеу үшін өте аз қимылдайды. Жануар негізінен қандай қалыпта болады? Негізі жатады. Жатады деп ойлайсың. Қарсыластар? Бізде бірінші болған Досжан. Досжан? Ұйықтайды. Ұйықтайды, ұйықтамайды екен. Аяна қалай ойлайсың? Марғау не істеу мүмкін? Суретте де көрсетіп тұрған сияқты. Қалай ойлайсың? Ағашта ілініп тұру. Иә. Ағаш бұтақтарында не істейді? Ілініп тұрады, яғни асылып тұрады. Қабылдауға болады? Дұрыс. Аяна, кезек сенде? Тропикалық ормандар 20. Тропикалық ормандар 20. Басқа аймақтармен салыстырғанда жан-жануар тропикалық ормандарда көбірек. Не себепті? Ояқта шөп көп, кейбіреу шөппен қоректенетіндерге шөп көп, ал жануар көп болғандықтан азықта бола алады. Және жылы тропиктің маңында орналасқандықтан. Күннің көзі аз түссе жан рахаты дейсің ғой, тропикалық ормандар, иә? Иә. Қабылдаймыз. 20 ұпай Аяна өзіңе. Сонымен дода айналымының ортасындағы сараптамаға тағы назар салып өтейік. Әзірге Аяна Тағаевада 170 ұпай. Ернар Тұрсынбаевта 100 ұпай. Досжан Жұмабекте 90 ұпай. Жалғастырамыз, Досжан. Қандай тақырып, қай ашық? Бақытты басқа тепкен адам 20. Бақытты басқа тепкен адам 20. 7 жыл ауырған Айдахардың ауруының еміне? Бақытты басқа тепкен адам басын жеу керек. Басын жесе, ауырынан жазылады. Тамаша. Әлі 20 ұпайымыз кетті. Ернар? Тропикалық ормандар 50. Тропикалық ормандар 50. Тропикалық ормандардың пішіні қандай? Өте биік таудар, одан кейін орташа таудар кетеді, сөйтіп кішкентай таудар және шөпке барады. 4 қабат айтылды, сараланды және дұрыс жауапты Ернар берді. 50 ұпайды Ернарға береміз біз. Аяна? Ең 20. Ең 20. Дүние жүзіндегі ең үлкен көл қалай деп аталады? Каспий. Дұрыс, әрине дұрыс. Каспий теңізі.
Сонымен 3 айналым аяқталды, сұрақтар оқылды, жеңімпаз анықталды. Міне, екі жігітке дес бермей жеңімпаз атанған Аяна Тағаевада 190 ұпай. Ернар Тұрсынбаев 150 ұпай. Және Досжан Жұмабекте 110 ұпай. Біздің ойымызға қатысып, өзінің білімділігін таныта білген Досжан Жұмабекке оқуда жетістік өмірде табыстар тілейміз. Шыңнан көріне бер. Ойынымызды Алматы қаласының дарынды оқушысы Ернар Тұрсынбаев екінші боп аяқтады. Алдағы білім бәсекелерінде биіктерден көрін. Ойынымыздың бүгінгі жеңімпазы Оңтүстік Қазақстан облысының дарынды ойыншысы Аяна Тағаева ойында көрсеткен терең білімі мен жеңіске деген жүгері үшін ел арна, білім және хабар арнасының арнайы дипломмен марапатталады. Талабыңа тәнтіміз, кел ортаға. Бұл жеңімпазға берілетін мадақтама. Аяна, саған қояр сұрағым мынадай. Бүгінгі ойында қандай сұрақтар қызық болды сен үшін? Ең туралы қызық болды. Есте қалған ерекше сұрақ қандай? Тышқан туралы. Тышқан туралы сұрақ, бұдан былай біліп жүретін болдың, иә? Иә. Тамаша, кәне биік көтер. Сен бүгінгі ойынымыздың жеңімпазысың. Мерекелік күнмен тұспа-тұс келген қуанышты сәт осындай. Жас дос, жазғы демалысыңды пайдалы өткіз. Кітап оқы, ізден, біліміңді бізбен бөліс. Болашағың жарқын болсын, жас түлек. Амандықпен жүздескенше. Қымбатты білім сүйер қауым, 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар атанған ойыншылар ойын рейтингісіне өзгеріс әкелді. Әзірге Ясауи Смаханов 200 ұпаймен көш бастап келеді. Аяна Тағаевада 190 ұпай, Арман Жұмаханда 160 ұпай, Ернар Тұрсынбаевта 150 ұпай, Толқын Оразбайда 140 ұпай, Мадина Сисенбаевада 140 ұпай. Көрер қызық алда, апта сайын жеңімпазды бірге анықтайық.